Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен ашыған қамырмен жасалатын самса рецептісімен бөлісетін боламын. Бірінші ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Суымыз ыстық болмау қажет. Ары қарай үстіне жылы сүтімізді құямыз. Сосын барып бір ас қасық шекерімізді саламыз. 6-7 граммдай ашытқымызды салып, венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Енді үстіне 150 граммдай ұнымызды саламыз. Сосын барып венчикпен араластырамыз. Ашытқымызға сенімді болу үшін кішкене күтеміз. Үстіне 40 миллиграммдай сұйық майымызды құямыз. Сосын барып бір шай қасық тұзымызды салып, венчикпен тағы да араластырып шығамыз. Енді қалған 300 грамм ұнымызды ыдысымызға салып, біріншіде венчикпен араластырамын мен. Сосын барып қолмен елей бастаймын. Ыдысымызға кішкене сұйық май құйып, қамырымызды осылай илеп шығып, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыздың ашығанын күтеміз. Енді достар, біз начинкасын дайындаймыз. Сиыр етінен 300 грамм фарш, пияз 2 дана, одан кейін 2 дана картошка саламыз ыдысымызға. Дәміне қарай тұзымызды себелеп шығамыз. Өз қалауларыңызша бұрыш салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Мен бірақ үстіне дәміне қарай қара бұрыш салдым. Мен начинкамыздың үстіне 2 ас қасық сұйық май құйдым. Сосын барып қолымызбен жақсылап тұрып араластырамын. Міне біздің қамырымыз ашыды, өте жұмсақ болып шықты. Енді үстелдің үстіне кішкене ұн себелеп, қамырымызды 10 бөлікке бөліп шығамыз. Қамырымыздың бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Қамырымыз кішкене көтерілгенге дейін. Кішкене үстелімізге ұнымызды сеуіп, қамырымызды домалақ қылып жайып шығамыз. Енді қамырымыздың үстіне салмасын салып, 3 бұрышты қылып түйіп шығамыз. Противенге алдын ала пергамент қағазын төсеп алып, самсаның үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне кунжут себелеп шығамыз.
200 градуста самсамызды пеште пісіріп аламыз. Міне біздің самсамыз дайын болды. 35-40 минутта пісіп шықты. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Жанұяларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Баршаңызға рахмет.